Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге мен Сымбат, сендер Сымбат сердечко арнасындасыздар. Бүгін видеоның тақырыбынан мына жақта көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізде жиналу, қалай тақырыбын қалай қоятынымды да ойластыруым керек мен. Так что бүгін видеода, яғни жалпы айта кетейін, не істейтінімді. Біз ертең шуға баратын боламыз пойызбен, соған біз заттар жинайтын боламыз. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Яғни сумка жинаймыз, короче. Неге? Шуға барғанға екі сумка барам, бірақ біреуіне мен інімнің заттарына салуым мүмкін, бірақ мынаған мен сыйлық деп ойлаймын. Андай шопперді алатын боламын, именно ана. Вот, так что. Не аппаратымды көрсете кетейін. Мынандай косметичканың ішінде. Так, менде қазір жалпы бірінші мен бұларды салмаймын, бірінші киімдерді саламын, қазір потом көрсетемін. Мына косметичка, бұның ішінде менде 4 зат. Мындай духи, карман зарядка, антисептик и антисептик крем. Антисептикқа сеппейміз, көбінесе бірақ керек болады деп ойлаймын. И менде осындай кішкентай тарақ бар. Қазір ғана шашым тарап алғам, себебі біздің өзіміздің обычный үлкен тарағымыз мамамның комнатасында. И потом баруға еріндім, так что мен тарадым. Вот осындай, короче. Блин, көрініп қойды ғой, да. Короче, вот. Осындай айнасымен өте удобно. И күшті тарайды мына дегенше. Ауыртпай тарайды еще. Так, мінекей. Осындай единорогпен, бұны 7 мартқа берген. Алдыңғы жылы, иә. Жоқ, 2021-де. Да, или 2020. Вот, осындай косметика саламыз. И менде осындай какой-то пластилин бар, воздушный. Мен мұны алмайтын сияқтымын, но менде үйде жатқандықтан просто видеоға түсіре салайын деп тұрмын. Вот, мен бұны сіңіліме бере салам. Так, достар, потом мен мынандай артық маска кетем, и менде тағы да маска бар ана жақта. Еще курткамда бар еще. Просто бір масканы таси берсем, вирус шығады аузыңа. И мынандай, короче, обычный көп маска. Мынандай платок. Керек болып платок, короче. И потом бұналармен сумкамның қазір салам. И наушник. Мен сіздерге қазір жалпы кішкентай заттардан бастап көрсетіп жатырмын, содан кейін киімдерді көрсететін боламын. Қандай киім алатынымды. Жалпы мен бұдан да көп киім алуым мүмкін. Передумать могу. Ертең, например, ше. Қазір анам жұмыста, например, анамсыз киімдерін алайын деп жатырмын. Например, анам айтса маған, мынау киімдерді алмай ақ қой, басқа киімдерді ал десе, передумаю, может. Поэтому осындай наушник, короче. Так, енді мен бұларды сумкаға салуым керек. Яғни мына жағы кішкентай жағына. И кішкентай жағына мен мынандай платок салам. И маска. И тарақ. Наушник мен ашып салам. Может, кішкентай андай билет. Артық шекер. Короче. Вот. Осылай қойдық. Енді карман зарядка. Также без него. Мен аптечкалар алам. И мен өте қызық жерлеріне келеміз. Өте қызық, нормально. И киімдерім. Так, мынандай ақ. Короче, мен образдар бір-біріне жарасу үшін алып жатырмын, маған ұнайтын киімдер. Потому что ұнайтын, например, ұнайтын любой киімді ала берсем мен ше, жараспай қалады, например, шалбармен ше, анау футболка. Поэтому жарасатын киімдерді алып жатырмын. Мен ана дышыға киемін негізі, но бұны бірақ қонаққа да кие беруге болады. Дышыға любой киім кие беруге болады. Ой, давай, вот осындай. И бұл үтіктеп тұр, вот короче, это не готово. Жинап қоямыз. Енді бұл мен астына обычный тоже неге дышыға киетін киім. Мынау корова принтпен. Шалбар обычный. Бұл тоже мне нравится. Вот. И менде мынандай джинсы, мен бұны тойға кием. И как бы мен көйлек кигенді өте жек көремін. Жақсы көрмеймін. И поэтому джинсы кием. Блин, мне не нравятся такие джинсы. Мама, он тырыспаған джинсы. А мне не нравится. Я хочу оверсайз. Қазіргі модадағы ше. А ол бізде бар, бірақ ол маған дәу. Осындай. Кім айтма, сен. Өзімше киемін, несі ше. Так, вот, осы джинсы, да? Именно осындай толстовка кием. Мына негізі мен үйге киемін, бірақ мына үйге кию үшін алдым, мына толстовканы ше. В общем, капюшоны бар. Осындай. В общем, бұл үйге киюге де болады. Но тойға емес, точно.
И осындай не смотрите, мындай, короче, осылай келген. Осындай, короче. Вот, короче, вот, спасибо. Вот. И последний. Әрине менің ұйықтайтын киімім, как же без этого десем, бұны маған 8 мартқа демей ақ қояйын, 8 мартқа орай негізі сатып берген. Мына киімнің барлығын мен апарам. Осы сумкаға салып, ой. Вот. Қазір мынаның барлығының ішіне салатын, мынаның ішіне барлығын салатын боламын мыналардың. Вот. Короче, менде трэш. Мынау сыймайды маған. Еще я хотела брать этот скетчбук. Мына жағынан тығып әйтеуір сөйтем. Но скетчбук алмаймын, потому что, не сүйім ол жоқты по-любому сотқа қарап отырамын ғой. Вот тырнағым, короче, сіздер көрсеттім кейде. Мына жаққа бермей қойыңыздар, шашылып жатыр, шын. Бірақ үйде мен жинағанмын бар логикасы. Вот гель, короче, это. Гель-лак. Вчера делали мне. И, короче, достар, мен қазір мынаның барлығын жабам. И бағана айтқандай, менде негізі мен ондай косметика сыймаған. Бірақ бұның үшін деген барлығын почти мына жаққа салсам болады. Потому что дым өзгермейді ол бәрібір ана етсе. И я хотела скетчбук, но передумала, потому что ол жақта поездами 5-ақ сағат бойы жүреміз, азақ жүреміз. Вот. Что осы менің сумкамдайын. Осы видео міндетті түрде ұнаса лайк басыңыздар. Бүгінгі видеом 100% қызықты болды деп ойлаймын. Так что барлықтарыңызға сау болыңыздар.